Өткен аптаның бірінші күні Жосалы кенті Жалағаш Жосалы ішкі тас жолының бойында Қармақшы аудандық прокуратурасына тиесілі қызметтік автокөлік жаяу жүргіншіні қағып, салдарынан азаматша қайтыс болған. Бұдан кейін не айтамыз? Ауыл әкімі бізге қарасты адам қағып атса, прокуратураның жүргізушісі адамды қағып, ол қайтыс болып жатса, одан кейін басқа қарапайым халыққа біз не айта аламыз? Ұят, шынын айтсақ. Өзімізге ұят бұл. Ішімізде тәртіп жоқ деген сөз. Мақсан Оманұлы, кеше бұл Қармақшы ауданы бойынша да маған арыз шағым келіп түскен, сояқта халық қалаулыларынан. Бұл кісінің де мәселесін қатаң қарау керек, мына дұрыс емес. Ояқта да тәртіп жоқ деген сөз. Айтып отырмын ғой, ауыл әкімдерінен үндемейді, органның басшыларына үндемейді. Осы басшылардың біздердің туыстарымызға үндемейді. Содан кейін білген істейді әрқайсысы. Біз айттық қой, аяудың ешқайсысының қажеті жоқ.